Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Біздің үлкен оқу курсымыздың бірінші модулі одан әрі жалғасуда. Өткен сабақта біз оптикалық микроскоптың қауқары жетпейтін физикалық шектеулерге тірелген шекарамыз туралы сөйлестік. Ал бүгінгі екінші тақырыбымыз электронның толқындық табиғаты және электрондық микроскопияның физикалық негіздері деп аталады. Бұл дәрісте біз ғылымдағы ең ұлы жаңалықтардың бірі қалайша кішкентай бөлшек бізге жарықтың орнын басып, нано әлемнің қақпасын ашып бергені туралы талқылаймыз. Бүгінгі тақырыбымыздың басты кейіпкері электрон. Біз күнделікті өмірде жарықпен көруге дағдыланғанбыз, бірақ материалдардың ішкі құпиясын, атомдық құрылымын көру үшін бізге мүлдем басқа жарық, басқа сәуленің көзі қажет болды. Бұл физика тарихындағы үлкен революция еді. Өткен сабақтағы оптикалық микроскопияның басты мәселесін еске түсірейік. Жарық толқынының ұзындығы 400-700 нанометр аралығында. Бұл нано бөлшектерді көру үшін өте үлкен. Бұны иненің кішкентай көзінен жуан арқанды өткізуге тырысқанмен салыстыруға болады. Жуан арқан иненің көзіне сыймайтын сияқты, үлкен жарық толқыны да кішкентай нано бөлшектерді байқамай оларды жанап өтіп кетеді. Сондықтан бізге басқа шешім керек болды. Ереже өте қарапайым. Өлшегіш құралыңыз қаншалықты кішкентай болса, сіз соншалықты ұсақ детальдарды көре аласыз. Егер жарық фотондары тым үлкен болса, демек бізге масштабтары әлде қайда кіші толқын ұзындығы өте қысқа бөлшектерді табу қажет болды. Ғалымдардың назары атомның құрамындағы ең жеңіл, ең жылдам бөлшекке электронға ауды. Электрон дегеніміз не? Классикалық физикада электрон массасы бар, теріс электр заряды бар және қозғалған кезде кинетикалық энергияға ие болатын қарапайым бөлшек. Көп уақыт бойы ғалымдар оны жай ғана көзге көрінбейтін қатты бильярд шары немесе құм түйіршігі ретінде ғана қарастырып келді. Яғни ол тек бөлшек деп есептелді. Бірақ кванттық физика бәрін төңкеріп жіберді. Ғылымда корпускулалық толқындық дуализм деген ғажап ұғым бар. Бұны қалай түсінуге болады? Бұл тиынның екі жағы сияқты. Бір жағынан қарасаңыз, елтаңба, екінші жағынан қарасаңыз, сан тұрады. Бірақ ол бір ғана тиын ғой. Дәл сол сияқты электрон белгілі бір жағдайларда өзін қатты бөлшек ретінде ұстаса, басқа жағдайларда өзін кеңістікте тарайтын толқын сияқты ұстайды. Бұл ұлы идеяны 1920 жылдары француз физигі Луи де Бройль ұсынды. Оның гипотезасы бойынша кеңістікте қозғалып бара жатқан кез келген материяның өз толқыны болады. Яғни ұшып бара жатқан электрон жай ғана бөлшек емес, ол толқын. Бұл өте батыл, тіпті ақылға қонымсыз көрінген идея еді. Бірақ кейін тәжірибе жүзінде толық дәлелденді. Дәл осы де Бройльдің жаңалығы электрондық микроскопияның дүниеге келуіне ең басты іргетас болды. Егер электрон толқын болса, оның толқын ұзындығы қалай анықталады? Физика заңы бойынша ол бөлшектің импульсіне тәуелді. Электронды біз қаттырақ үдеткен сайын, оның толқын ұзындығы соғұрлым қысқара береді. Бұл гитараның шегін қаттырақ тартқан сайын, оның тербелісі жиілеп қысқара түсетіне өте ұқсас. Жылдамдық артқан сайын толқын жіңішкереді. Енді жарық пен электронның толқындарын салыстырып көрейікші. Слайдтағы спектрге қараңыз. Кәдімгі көрінетін жарықтың толқын ұзындығы 400-700 нанометр. Ал микроскоп ішіндегі үдетілген электронның толқын ұзындығы шамамен 0,02-0,04 нанометрді құрайды. Бұл жарықтан шамамен 100 000 есе кіші.
Бұл дегеніміз, егер жарық толқыны үлкен тау болса, электронның толқыны сол таудағы кішкентай ғана құм түйіршігі сияқты. Электрондар неліктен нано-әлемді зерттеуге мінсіз сай келеді? Осындай аса қысқа толқын ұзындығының арқасында біз оптикалық шектеулерді бұзып өттік. Жарық ұшып көрінбейтін өте ұсақ нано-бөлшектер немесе атомдық торлар электрон толқындары үшін үлкен кедергіге айналады. Электр толқыны ол бөлшектерге соғылып, шағылысып, бізге өте дәл әрі анық суретті қайтарады. Микроскопияда бұл бізге не берді? Электронның толқындық қасиетін қолдану арқылы біз микроскоптардың ажырату қабілетін мыңдаған, миллиондаған есе арттырдық. Бүгінгі таңда біз жай ғана металдың үстіңгі бетін емес, оның ішіндегі кристалдық торды, атомдардың қатар-қатар қалай түзіліп тұрғанын, дефектілерді тікелей көре аламыз. Бұл жаңа заманғы материалтану және наноинженерияның негізі. Электронның екі жақты табиғатын түсіну адамзатқа микрокосмостың жаңа деңгейіне жол ашты. Электрондық микроскопияның барлық құдіреті оның атомдарды көре алу мүмкіндігі. Осы кішкентай ғана бөлшектің аса қысқа толқындық қасиетіне тікелей негізделген. Бұл табиғаттың бізге берген ең керемет құпияларының бірі. Сабағымызды бекіту үшін сіздерге келесідей өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырма – электронның корпускулалық толқындық дуализмі дегеніміз не? Луи де Бройль гипотезасының мәнін өз сөздеріңізбен түсіндіріп жазыңыз. Екінші тапсырма – электронның толқын ұзындығымен көрінетін жарықтың толқын ұзындығы салыстыра отырып, электрондық микроскоптың неліктен миллиондаған есе үлкен ажырату қабілетіне ие екенін 5-6 сөйлемнен эссе түрінде қорытындылаңыз. Құрметті студенттер, осымен бірінші модульдің екінші тақырыбы аяқталды. Күрделі физикалық заңдылықтарды зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.